жазушысы, Шерхан Мұртаза атындағы халықаралық Тараз инновациялық университеті еліміздегі заманауи жоғары оқу орындарының бірі. Биік мақсаттар қойып, жаңашылдыққа ұмтылған, уақытпен үндес дамып келе жатқан оқу орны мықты материалдық техникалық базасы, танымал ғалымдары мен кәсіби оқытушылар құрамы, ғылыми зерттеу орталықтары мен зертханалары және бай кітап қорымен ерекшеленеді. Университеттің инновациялық деп аталуы екі мәселеге байланысты. Біріншіден, жылдан жылға инновациялық инфрақұрылымның дамуы. Екіншіден, білім алушы жастарға инновациялық білім беру бағдарламаларын ұсыну. Университет кадрлар дайындау жүйесін өңірдің экономикалық саясатымен ұштастырып келеді. Бүгінде бакалавриат және магистратура білім бағдарламалары бойынша еліміздің түрлі өңірлерінен келген 8 мыңнан аса жастар білім алып жатыр. Оқу орнында елімізге қажетті педагогика, бизнес, басқару және құқық, жаратылыстану ғылымдары, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, ауыл шаруашылығы, ветеринария және орман шаруашылығы бағдарламалары бойынша мамандар даярланады. Ғылымы озық мемлекеттер ғана замана көшіне ілесе алатыны белгілі. Білім ордасында 16 ғылым докторы, 80 ғылым кандидаты, 8 PhD докторы, 96 магистр студенттерге дәріс оқуда. Негізгі мақсат ғылым арқылы білім үрдісін ұйымдастыру. Университетте 5 ғылыми зерттеу орталығы жұмыс істейді. Атап айтсақ, агробиология ғылыми зерттеу орталығы 8 гектар жерде орналасқан. Студенттердің кәсіби практикасын өтуіне, профессор оқытушылар құрамының ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге, жылыжай кешенін дамытуға және отандық өсімдік селекциясын зерттеуге арналған. Зерттеу орталығының жатақханасы да заманауи үлгідегі кешен. Ветеринария және мал шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығы 50 гектар жер телімін алып жатыр. Бұл ғылым зерттеу орталығының мақсаты өңірлік агрокешенді дамыту және ауыл шаруашылығы селекциясын зерттеу. Мұнда университеттің ет және сүт бағытындағы асыл тұқымды ірі қараға арналған фермасы да орналасқан. Аквакультура ғылыми зерттеу орталығы өңірде балық шаруашылығын дамыту, балық өсіру, су айдындарының құрамын зерттеумен айналысады. Қазіргі таңда Жамбыл облысында балық шаруашылығы саласында 148 су айдыны бар. Институт ғалымдары осы көлдердің 80-не ғылыми биологиялық негіздеме жасады. IT академиясы да университет студенттерінің толық игілігінде. Мұнда студенттердің IT құзыреттіліктері дамытылады. Оқушыларды ұбт-ға дайындау бойынша да жұмыстар жүргізіледі. Институттың оқытушы профессорлық құрамының да цифрлық біліктілігін арттыру бойынша курстар ұйымдастырылған. Университеттің IT академиясы 2022 жылы әлемдік Huawei компаниясының академиясымен және Cisco желілік академиясымен серіктестік келісім жасап, бірлескен жобаларды іске асыруда. Шерхан тану ғылыми зерттеу орталығында да қайнаған ізденіс тоқтаған емес. Университетке аты берілген көрнекті қоғам қайраткері, халық жазушысы Шерхан Мұртазаның бай мұрасын зерттеу, сол мұрамен бүгінгі күннің арасында байланыс пен сабақтастықты орнату, сол мұра арқылы жастарға тәлім тәрбие беру университет ғалымдарының парызы. Жамбыл облысына ресми сапары аясында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Шерхан Мұртаза университетіне арнайы келген болатын. Президент Ерболат Байұзақұлы Саурықов негізін қалаған білім ордасын жоғары бағалап, оқытушылармен, студенттермен де кездескен еді. Айта кетейік, Тараз қонақ үйін 2018 жылы университет сатып алып, толығымен қайта жөндеуден өткізіп, студенттердің игілігіне студенттер үйі ретінде қолданысқа берген болады.
Студенттер үйі шетелдік заманауи озық университеттердегі секілді білім алушыларға бүкіл оңтайлылық қарастырылған. Студенттер үшін шығармашылық орталықтар да ұйымдастырылып жұмыс істеп тұр. Электрондық оқу залы. Студенттер мұнда ғаламтор арқылы әлемдік әдебиеттерге, ғылыми еңбектерге, танымал авторлардың мақалаларына қол созып, білім көкжиегін кеңейте алады. Кинозал да жұмыс істеп тұр. Кино тек көңіл көтеріп, уақыт өткізетін жанр емес. Пайдалы кино көріп, фильм арқылы да білім арттыруға болады дейді студенттер. Сондай-ақ асхана, кофейняда студенттер үйі тұрғындарының игілігінде. Студенттер үшін салауатты өмір салты, спорт секциялары да институт басшылығы тарапынан қолдауға ие. Жастардың тек білім қорын байытып қана қоймай, денсаулығы да дұрыс болғаны еліміздің ертең үшін керек. Өз кезегінде студенттік спорт көптеген дарынды жастарға үлкен кәсіби спортқа жолдама берді. Университет студенттері мен түлектері халықаралық жарыстарда топ жарып, үздік нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік туғызды. Еліміздің көк байрағы желбіреп, әнұраны шырқалды. Видеостудия, коворкинг орталығы, бизнес-инкубатор бәрі де бар. Институт басшылығы осылайша студенттер үшін Қазақстанда теңдесі жоқ ыңғайлылықтар тудырып отыр. Көшбасшылар мектебі жастардың әлеуметтік белсенділігін арттырып, оларды өмірге дайындауда. Биге қызығушылығы бар студенттер үшін де қолайлы. Сабақтан тыс уақытта би үйірмесінің де есігі айқара ашық. Актерлік өнерге құмар ізденушілер үшін студенттік театр ұйымдастырылып, сахна студенттер қарамағына берілген. Шерхан Мұртаза атындағы университеті ауыл жастарына да үнемі қолдау көрсетіп келеді. Білім, ғылым, өнер, спорт салаларында жоғары жетістіктерге жеткен мектеп түлектерін қолдау мақсатымен университеттің 100 гранты әлеуметтік жобасы іске асуда. Өсіп келе жатқан ұрпаққа университет қабырғасында сапалы білім алып, бәсекеге қабілетті маман және жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптасуға барлық жағдайлар жасалынған. Университеттің алдағы жоспарлары да айқын. Университет ұжымы келешекке үлкен үмітпен қарап, нәтижелі еңбек етуде. Тараз инновациялық көп салалы колледжіде бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда өз үлесін қосып келеді. Колледж түлектері Шерхан университетінде білімін жалғастырып, жоғары білімі бар маман атана алады. Шерхан университеті оңтүстік өңірде білім мен ғылымның, мәдени әлеуеттік пен рухани байлықтың жетекші көшбасшысы болатынына толық сенеміз.